Bismillah, assalamu alaikum. Sizlerмен Türkistan biogumuz. Birim efendim Nurhat bауырларыңыз. Біздің учаскенің жанындағы 120 квадрат шылау үшін жатқан жеріміз. Мына жаққа енді жібереміз. Құдай қаласа, бұл жақта общий 800 квадрат негізі. Мына үйді салып жатып, үлгермей жатырмыз. Алаң-қалаумен. Кеше мына крышаның ақшасы шықты. 10 квадрат саттық. Алхамдулилля. Осы крышаға қарызға ақша алғанбыз. Сол ақшаның орнын жапты. Алдында айттым ғой. Үйді осы кәсіппен салып жатырмыз деп ше. Алхамдулилля, өйстіп құрастырып салынып жатыр бұл дүние. Енді сіздерге бүгінгі түсіретін видео блогымыз. Жалпы үнемі айтамыз ғой, бұл істі жалқаулар істеуге болмайды деп ше. Сол өйтіп айтуымыз себебі, мынандай борттардың үстеріне, мына шылау үшін жатқан борттардың үстіне шөп те шығып кетеді. Арам шөбі бар, басқасы бар. Осындай жантақтар бар. Осыларды біз жұлып тастауымыз керек. Себебі мына борттағы ылғалды сорып алады өздеріне ше. Сол себепті өйстіп жұлып тастаймыз. Көрейік, мына жерде не болады екен. Шылаушындар қалай өмір сүріп жатыр. Алхамдулилля. Жүр. Жақында тастадық, бір айдай болып қалды. Почти уже мынаны жеп барады, мына қараңызшы. Өгөтіліп тұру үшін. Осылай. Мынандай қара шлангы бар. Тесік. Сонымен су себеміз. Жаңа фонтан ғой. Өйстіп, мына арам шөптерді, қамысы бар, шым бар. Сондай шөптерді жұлып тастаймыз, жантақтарды. Себебі олар бізге кедергісін тигізеді. Сосын мынандай коробкалерді нәмдеп берсек, бұларды жеп қояды шылаушындар. Жалпы органикаға жатады ғой. Бұл да ше. Мына осылай бауырлар. Ерінбейміз, жыламыз, кәсіптің нанын жеп отқан екен. Осы шылаушындардың жағдайын жасаймыз. Сосын шылаушын біздің жағдайымыз жасайды. Міне. Қайжен ашықта 5-6 шылаушын жүр. Ол деген жақсы деген сөз. Тасылғанда бір ай болса да. Міне. Шылаушындар осындай. Қызыл калифорнийский шылаушын деген осындай болады. Міне. 5 шылаушыннан 2 есе кішкентай болады. Осылай бауырлар. Міне. Үстіп жұлып тастаймыз. Еңбек ратты болсын. Шамаңыз қанша көлемге жетеді, сол көлеммен бастаңыздар. Шылаушынды алып, биогумус өндіруді. Құдай қаласа жылдан жылға биогумусқа тапсырыс жоғарылап жатыр. Биогумуспен піскен әрбір егін өнімдері химиясыз, дәрісіз, гумоусыз, денсаулыққа зиян жоқ болады. Жалпы сіздердің қамдарыңыз ғой негізі. Сіздердің қамдарыңыз жасап отырып, өзімізде жағдайымыз жасап отырмыз. Алхамдулилля. Каналға лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер пікірлеріңізді. Алла берекесін берсін.